Баршаңызға сәлем. Бүгін 9 сынып алгебрасының 23-16 есебін қарастырамыз. Бізде санды өрнектің мәнін есептеңдер дейді. Бізде келтіру формулаларына арналған есептер болғандықтан бізде мына есепте қажет болады мына келтіру формулаларын және де тепе-теңдіктердің, негізгі тепе-теңдіктердің мәндері керек болады бізге. Сонымен біз қарасақ, келтіру формуласында біз 90 градус, 180, 270, 360 деген градустарға келтіріп алу керекпіз. Плюс минус альфасы бар. Бізде берілгені 315 градус. Біз бұны былай жаза аламыз. 270 қосу 45 градус деп, не болмаса 360 азайтылған 45 деп жаза аламыз. Яғни былай жазамыз. Синус 270 градус қосылған 45 градус дейді. Неге? Себебі 270-ке 45 қоссақ, бізде сол бәрібір 315 шығады. Және минус косинусы да солайынан 270 қосылған 45 градус деп жазайық. Және біз кесте арқылы қараймыз. 270 плюс альфада бізде синус пен косинусымыз қалай өзгереді? Синус альфамыз минус косинус альфа болады да, ал косинус альфамыз бізде синус альфа болады. Яғни бізде шығады синус альфада минус косинус 45 шығады, және синус 45 шығады. Бізде синус пен косинустың 45 градустағы мәні 2-ден түбірасты 2. Яғни бұл жерде бізде екеуі қосылады. 2-ден бөлімдері бірдей, бөлімін жазып қоямыз да, алымы минус түбірасты 2, минус түбірасты 2, яғни минус 2 түбірасты 2. 2 қысқарып кетеді, минус түбірасты 2 қалады. Бұл жерде бізде қалады минус түбірасты 2-ның квадраты, ол дегеніміз 2 шығады. Түбірасты 2-ні квадраттасақ, бізде 2 шығады. Келесі мән қарастырайық. Синус 180 қосу 45 деп алайық. Және косинуста да 180 қосылған 45 деп алайық. Бұл жерде бізде минус синус 45-ке тең да. Мына жерде де екіншісінде минус косинус 45-ке тең. Яғни қарасақ, бізде минус пен минусымыз плюсті береді. Және мәндер тең болғасын екеуі қысқарып кетеді да, бізде не қалады сонда? 2-ден түбірасты 2 деп жазайық. Минус мына жерде шығады бізде 2-ден түбірасты 2. Минус пен минус плюс береді. Плюс 2 түбірасты 2. Яғни мұнда қысқарып кетеді да, 0 қалады. Бірде қосандар. Алынып кетеді да, 0 қалады. Келесі. Синус 135 жазайық. Синус 135-ті 90-мен жазайық. 90 қосу 45 деп. Қосылған косинус 90 қосылған 45 деп. Ал 90-45-те бізде синусымыз косинус болады да, косинусымыз минус синус болады. Минус синус 45 болады. Бұл жерде де дәл 3-тегідей мәндері бірдей болғандықтан, яғни мәндерімен жазайын, 2 түбірасты 2 минус 2 түбірасты 2 квадраты бізде мына екеуі қысқарып 0 қалады. Келесі, синус 270 қосу 45-пен жазайық. Және косинусты былай 360 минус 45-пен жаза қойық. Сонда бізде не болады? 270 плюс 45-те минус косинусқа тең екен. Минус косинус 45-ке тең. Ал 360 минус альфада косинус альфаға тең екен. Плюс косинус 45-ке тең. Яғни бұл жерде бізде қысқарып кетейін деп тұр. Мына екеуі қысқарып кетеді да, 0 қалады.